Қайырлы күн, әріптестер. Алматы қаласы білім басқармасы техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жоспарына сәйкес IT құзыреттілігіңді жетілдір жобасы аясында Magic School платформасын қолдана отырып, оқытудың инновациялық әдістерін пайдалану тақырыбындағы колледж педагогтері үшін қалалық оқыту семинары ұйымдастырылып отыр. Жобаның басты мақсаты мультимедиалық құралдар мен интерактивті тапсырмалар арқылы оқытушылардың уақытын үнемдеу және студенттің пәнге деген қызықшылығын арттыру мақсатында осы Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің арнайы пән оқытушысы Искакова Алтынай Мұратовна өз тәжірибесімен бөлісетін болады. Бүгінгі осы ұйымдастырылып отырған семинарымыз сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңызда көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Жұмыстарымызды жеңілдетіп, және осы балаларды балмен болсын қалайда үлгерімін бағалау кезінде барлық балдарды қамтып, ешқандай студенттеріміз тыс қалмайды деген ойдамыз. Сол себепті кім? Алтынай Мұратовна, дайынсыз ба? Сөз кезегін өзіңізге беремін. Иә, дайынмын. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Құрметті әріптестер, қалдарыңыз қалай? Жалпы қазір мен презентациямды қосайын. Жалпы не туралы болмақ? Magic School дегеніміз не? Соны қазір көрсететін боламын. Так, сіздерге презентация көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Бастай беріңіз. Жақсы. Жалпы қазіргі таңда сіздер білесіздер, жасанды интеллектті көп қолданамыз, әсіресе біздің салада кеңінен қолданылатын бұл платформа болып табылады. Соның бірі негізгі инновациялық түрі бұл Magic School. Неге Magic School? Себебі қазіргі таңда жасанды интеллект арқылы көп тапсырмалар, көп өзіміздің құжаттамаларымызды орындай аламыз, иә? Соның тиімді және керемет бір фишкасы деп айтуға болады бұл Magic School. Жалпы қазіргі таңда біз оқытушылар арасында күнделікті өмірде деп айтайықшы, ChatGPT, ClassTime, Canva, Gamma AI деген сияқты жасанды интеллекттерді пайдаланатынымыз белгілі, иә. Енді олардың барлығына жеке-жеке кіріп, бөлек-бөлек тапсырмаларды орындап, немесе уақыт жоғалтпас үшін Magic School осының барлығын біріктіріп, бір платформаға біріктірді. Және бұл уақыт жағынан өте тиімді. Оны мен сіздерге қазір дәлелдеп, қалай кіру керектігін көрсететін боламын. Жалпы ол үшін біз Google немесе Яндекс іздеу жолағына қазір мен көрсетейін сіздерге. Көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр, айта беріңіз. Көрініп тұр. Естілмеген жағдайда мен айтып отыратын болам. Сізге жалғастыра беріңіз. Жақсы, иә. Magic School'ды, яғни Яндекс немесе Google іздеу жолағына жазасыз Magic School деп, және оның бірінші окошкасында, яғни Magic School A деп ашылады. Және оның келесі, яғни батырмасын басқан кезде бізде мынандай страница ашылады. Яғни бұл жерде бұл платформаға тіркелу бір плюсы, яғни тегін. Яғни сіз оқытушы ретінде немесе студент ретінде тіркеле аласыз. Яғни бұл жерге тіркелу арқылы тегін тіркеліп, өзіңіздің кім екеніңізді команда бересіз. Енді Magic School қалай жұмыс жасайды? Жалпы менің негізгі күнделікті әрбір пәнімде қолданатын негізгі құралым ретінде мен сіздерге кеңес беремін, себебі бұл сіздің уақытыңызды тиімді пайдалануға көмектеседі. Жалпы Magic School бұл 3 бөлімнен тұрады. Бұл избранные деп тұрады, рекомендуется для вас, және все инструменты болып 3 бөлімнен тұрады. Осының ішінде избранныйда, яғни сіз өзіңізге керекті, күнделікті ұнайтын, топ деген құралдарыңызды сақтап қоя аласыз. Яғни мен өзіме сақтап қойдым, жанындағы жұлдызшаны басу арқылы. Өте оңай. Рекомендуется для вас бұл апта сайын сізге жаңа құралдарды ұсынып отырады. Бұны, яғни қалдырмай қарап тұрсаңыздар өте тиімді. Все инструменты бұл қарап тұрсаңыздар, бұл жерде 60-тан астам құрал түрлері бар. Бұның барлығы педагогтардың жұмысын жеңілдетуге арналған құралдар.
Яғни сіз студентпен жұмыс істеп қана қоймай, өзіңіздің де жұмысыңызды уақытты тиімді пайдалану арқылы қолдануға болады. Және осы 60 құралдың астыңғы жағында жаңадан апта сайын жаңа құрал шығып тұрады, және ол новый деп көрсетілетін болады. Иә. Енді мен сіздерге өзімнің күнделікті қолданатын топ 3 құралымды көрсетейін. Неге топ? Себебі қазір өздеріңіз байқайтын боласыздар, өте жылдам результат шығарады. Яғни соның бірі, мысалы, план урока. План урока біздегі сабақ жоспарын біз қалай құрастырамыз? Яғни тез құрастырудың жолын көрсетем. Генератор рубрики, яғни сіздің балаларыңыздың бағалау, критериалды бағалау, яғни 25 баланы бір сабақта бағалау. Келесі бұл бізде создание группы дейді, яғни генератор групповой работы. Яғни сіздің балаларыңызды топқа тез бөлу және оларға роль беруді үйрететін боламын. Так, енді план урока кіреміз ол үшін. Қарасаңыздар, біз жалпы сабақ жоспарын құрастырар кезде өте көп нәрсе толтыруымыз қажет. Ал мында бар жоғы 4-ақ окошко тұр. 4 окошканы толтыру арқылы сіз сабақ жоспарын тез дайындай аласыз. Енді мына жерде уровень класса таңдау керек. Бұл енді ағылшынша болғандықтан класс деп қарастырылады. Сіздер енді ол жерден класс деп қарастырмайсыздар. Бұл жерден профессиональный персонал деген тұр, соның ішінде 1 год деген таңдайсыздар. 1 год бұл колледж үшін, яғни бірінші курс сияқты болып есептелінеді, бірақ сіз қандай команда бересіз, соған қарай результатын шығарып беретін болады. Так, одан кейін тақырып. Мысалы, өзіңіздің сабағыңызға қатысты тақырыпты жазасыз. Және айта кететін жағдай, бұл жерде орысша және ағылшынша тілінде жазсаңыз, ақпарат нақты шығады. Бірақ қазақша деп қиналып қалсаңыз, ол қиналмайсыз, себебі орысша шыққан ақпаратты аласыз да осы платформада переводчикке салу арқылы қазақшаға аударып ала аласыз. Енді мына жерге тақырып жазамыз. Мысалы, мен маркетинг түрлері деп жазатын болсам, өзім сабағым бойынша орысша вариантын жазатын боламын. Так, мысалы, виды маркетинга деп жазам. Так, одан кейін дополнительный критерий, яғни сіздің сабақ түріңіз, сабақта қолданатын әдістің түрі. Яғни сіз қандай әдіс қолданасыз? Бірден көрсету керек, бұл да негізгі команда болып есептелінеді. Мысалы, топтық жұмыс дейміз, немесе эссе түрінде өткізуге болады. Эссе жазу деген сияқты, немесе командная работа деп жазуға болады. Мен қазір командная работа деп. Командная работаны көрсеттім. Және мына жерде үшіншісі стандарты, бұл міндетті түрде, себебі стандарттар, бұлар енді стандарт деп қарастырылады. Бізде бұл ключевые моменты немесе фишка деп аталады. Яғни бұл сіздің сабағыңыз неге қатысты. Сол бір сөзді жазуға болады, мен маркетинг деп көрсетем. Одан кейін создать батырмасын басасыз. Бұл план урокада өте жылдам ақпаратты толыққанды сізге шығаруға көмектеседі. Қарап тұрсаңыз, бір минут өткен жоқ, бірақ уже сізде план урока дайын. Басты команданы дұрыс бере білу керек, сол кезде жақсы результат аласыз. Так, міне енді қараңыздар, мен мына жерде командная работа дегеннен кейін, бұл жерде бастапқыда бірден оценочные методы, оценка сразу бағалау әдісін көрсетеді, және ключевые моменты көрсетеді. Егер сізде план урокада, яғни бұл керек емес десеңіз, онда сіз мына астына түсесізде копировать деген бөлім тұр, яғни сол жерден өзіңізге керекті бөлігін ғана копировать етіп алып, Word-қа қойыңызға болады. Ал егер жоқ, бұның барлығы маған керек, өте жақсы ақпарат екен десеңіз, экспортқа барасыз. Экспортта 3 вариант бар. Яғни біріншісі Google дискта сақтап алуға, екіншісі Word бірден документ етіп сақтауға, және үшіншісі осы күйінде печать, яғни басып шығаруға болады. Мысалы, экспортировать Word десек, ол бірден бізге документ ретінде сақтайды. Міне документ ретінде сақтады. Енді осыған кіреміз. Кәдімгі Word күйінде ашылатын болады. Так, бұл сіздерге көрініп тұр ма? Жақсы көрініп тұр. Міне Word ретінде көрініп тұр. Болды, тек қана сіз өзгертетіңіз шрифт деген сияқты, немесе өзіңізге керек емес жерді алып тастауыңызға болады. Міне уже сіздерде 2 минут арасында барлық ақпарат алынды. Ой, қазір 1 минут. Так, келесі енді назад дейміз. Екінші топ
құрал мендегі. Бұл бізде генератор рубрики деп аталады. Міне екіншісі. Бұл енді бізде қазіргі таңда бір сабақта 25 баланы толыққанды бағалау. Бұл кішкене қиындыққа соғады, немесе баланың пікірімен біз пікір таласпаймыз, яғни өзімізге қалай жауап берді, бала солай бағалаймыз. Ал мына рубрика арқылы сіз баланың ойын тыңдап үлгересіз және ортақ баға қоюға мүмкіндігіңіз бар. Уровень класса тағы да 1 год деп таңдаймыз. Шкала балловқа сіз өзіңіз білесіз. 5 балдық жүйе, 4 балдық, 3 балдық. Енді бізде 90, 100 деген бар ғой, бұл жерде ондай жоқ. Бірақ сіз өзіңіз білесіз. 3 балл, 4 балл, 5 балл, 7 балға дейін болады екен. Мысалы, біз 5 балды таңдайық. Енді мына жерде стандарт дегенге цель емес, сіз тақырып жазасыз, себебі нақты болу үшін. Бұл жерге мысалы мен басқа тақырып жазайын, өзім сабағым бойынша, мысалы. Так, особенности. Мен сабағым маркетинг қой. Сол үшін кішкене соған жақын тақырыпты алайын. И күнделікті өзімнің қолданатын тақырыптарымды алайын. Так, прогнозирование, развитие. Отраслевых рынков деп алайық. Так, алдық. Енді мына жерге сіз тағы да сабақта қолданатын әдіс түрін аласыз. Қайтадан командная работа деп жазуға болады. Немесе написать эссе деп те жазсаңыз болады. Командная работа. Так, одан кейін менің егер дополнительная настройка для рубрики мына жерде по желанию болса, бұны толтырмай қойсаңыз болады. Создать дейміз. Тағы да 2-3 минутта сізге нақты критерийі бар 5 балдық таблица құрастырып берді. Бұл таблица бізге не береді? Яғни сіз тақырыбыңызды бересіз балаларға, уақытын айтасыз, қанша минутта жұмыс істеп аяқтауымыз қажет. Және мына таблицаны сіз шығарып қоясыз. Осы арқылы бала өзін бағалай алады. Яғни менің сабағымда күнделікті балалардың сұрайтыны, апай критерий шығарасыз ба, критерий бар ма деп сұрайды. Критерий шығарып қоямыз, бала осыған қарайды, ақпараттар жинайды, және жақсы 5 балл десеңіз, жақсы 4 балл десеңіз, апай мен 5 баллға жетіп тұрмын, себебі мен анализ жасадым деген сияқты баламен пікірталас болады. Және бұл өте тиімді, мен сіздерге кеңес берер едім. Енді осы жерде сәл тоқтата тұрып, мен өзімнің осы генератор рубрикиді қалай қолданғанымды көрсеткім келіп тұр, себебі анализ жасадым. Так, қазір мен ол үшін өзімнің документіме кіріп алайын. Көрініп тұр, Көрініп тұр. Так, міне қараңыздар, жалпы мен жаңағы тақырып бойынша таблицаны балаларға бердім. Міне. Осы таблицаны критерий ретінде шығардым, яғни салалық нарықтардың дамуын талдау мен болжау деген тақырып болды. Осы бойынша балалар өздерін бағалап, оны мен журналыма түсірдім. Мысалы қараңыздар. Бізде март айында міне біздің журнал 2 марка тобында мен сабақ беремін. Сол жерде қарап тұрсаңыздар, оқу нәтижесін шығарғаннан кейін енді әртүрлі әдіспен өттім ғой. Одан кейін бірінші оқу нәтижесінен кейін мен ойладым, осы платформаны қолданбай көрсем қалай болады екен деп. Яғни балаларға күнделікті дидактикалық материалдар дейміз, направление беріп деген сияқты солай бердім. Бірақ 4 күнде қарасаңыз, балалардың оқу үлгерімін көруге болады мына жерде. Одан кейін мен алдымда 3 күн осы платформаны қолдандым қайтадан. Сол кездегі результатты көріп тұрсыз. Яғни бұл жерде үлгерімі төмен студенттер бірден командалық жұмыста кірісіп кетеді. Бірден айтып, яғни сізге результат көрсете алады. Так, ары қаратай енді мен 3-ші рубриканы көрсетемін. Так, 3-ші рубрика ол бізде генератор групповой работы. Бұл сіздегі команда, бұл менің тағы жұмысымдағы, біздің топпен жұмысымыздағы ең күшті фишка, яғни балалар өзін рольдік ойындарға бөледі. Яғни мына жерге тағы да 1 год деп аламыз. Қанша минут бересіз? 10, 20, 30, 40, 50. Мысалы 10 минут деп алайық. Тағы да бір тақырып аламыз. Енді тағы бір бөлек тақырып алайын мен, чтобы сіздерде әртүрлі результат шығару үшін.
Тақырып жазылды. Енді сіздің тобыңызда қанша студент болғанын қалайсыз? 2-ден басталады 6-ға дейін. Мысалы, 5 деп алайық. Создать деп басасыз. Болды, міне сізге 10 минуттың ішінде балалар не істеп үлгеру керек, қандай тапсырманы орындап үлгеру керек. Мынау сіздің көрнекілік құралыңыз болып табылады. Осы күйінде А4-ға шығарып аласыз, балалардың алдына таратасыз. Болды, бала жұмыс істеп бастайды. Яғни, о кезде не істейсіз? Сабақ басталды, тақырыпты бересіз. 10 минут уақыттарың бар. Міне топта жұмыс жасайсыздар. Кім жұмыс жасайды? Лидер жұмыс жасайды, исследователь, дизайнер, презентатор, записчик жұмыс жасайды деп айтасыз. Балалар өздері между собой мен лидер болам, мен исследователь болам деп бөлінеді. Тақырыпты бересіз, тақырыпты ала сала балалар жұмысқа кіріседі. Және қажетті құралдарын бересіз, болды, бала жұмыс істеп бастады. Енді келесі шаг, не істейді олар? Сізден сұрамайды, яғни сізде мына жерде келесі шаг көрсетіліп тұр. 2 минуттың ішінде обсуждение жасау керек, 3 минутте исследование, 3 минутте создание плаката. Яғни бар жоғы 10 минуттың ішінде сіздің жаңағы берген тапсырмаңызды орындауға көмектеседі. Сол бойынша сізде рефлексия болады, яғни және де қарасаңыздар тағы бір айта кететін нәрсе, бұл оқушының қандай жұмыс атқаруы керек, обсудите или наблюдать деген сияқты нәрселер жазылып тұрады сіздерге. Так, бұл үшіншісі. Так, бұл үшіншісі. Енді қазір 1 минут. Міне 3 негізгі құралдар. Бұндайдан 60 түрі бар. Мен сіздерге негізгі топ 3-еуін көрсеттім. Бұл жерде кез келген құралдармен, кез келген жұмыстарыңызды, кез келген әдістеріңізді қолдана аласыздар. Яғни педагогтар үшін тиімді платформа болып табылады. Менде болды, егер сұрақтарыңыз болса. Алтынай Мұратовна, рахмет. Бұл бәрі тегін ғой, жүктеледі, тегін жасалынатын нәрсе. Иә, тегін тіркелесіз, тегін жүктейсіз, және тез. Ішіндегі ең, жаңағы 60 түрінің ішіндегі ең жеңіл, және бізге қатыстысын деп тұрсыз ғой, мұғалімдердің, оқытушылардың жұмысын жеңілдететін, уақытын үнемдейтін түрі деп. Осы жоба бойынша сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Және менде мынандай сұрақ болып тұр, Алтынай Маратовна. Бұл платформаны пайдаландым да, жақсы маған пайдаланды, біраз көмегі тиді да, кейінгі уақыттарда ошибка деп мен кез келген несіне вкладкасына кірсем, солай ошибка болып шығып тұр. Не үшін? Ошибка болса, значит, сізде аккаунттан дұрыс кірмегенсіз. То есть сізде неге кіреді? Аккаунтпен кіріп тұрмын, платформаға өзімнің тіркелген аккаунтыммен кіріп тұрмын. Өзім платформаға кіріп тұрмын. Мен ол жерде кіріп, бұл жерден өзім сертификат алып алғам. Бірақ каким-то ошибка деп шығады да, соңғы уақытта біраз уақыт болды. Даже пайдалана. Жылдың басында мен бір осылай шығып тұрмаған. Кімге обратить ететінімді түсінбей қалдым да. Сәлеметсіз, менде де тура сондай сұрақтар. 10 сабақтан кейін ошибка болып шығады екен негізі бұл программада. Мен де регистрация жасап, сабақтың басында қолданып осылай бәрін қолданып жүредім. Бір 10 сабақ өткен соң уже ошибка деп допускать етпейді. Мен басқа аккаунт жасап кірдім, одан тура солай 10 сабақ өтесіз, қайтадан ошибка береді. Постоянныға болмайды екен, кажется. Мен солай түсіндім, өйткені временно ашып кірсеңіз ашылады. Жоқ, временно емес, сіздер регистрация кезінде қандай не толтырып едіңіздер? Мысалы, сонымен толтырдым, соның өзінде 10 сабақтан кейін ошибка бере бастады, постоянно ошибка деп кіргізбейді. Енді мен сіздерге про деген түрін айта аламын да, бірақ ол жерде екінші аккаунт алмастырып кірдіңіз, Солай екіншісін алмастырып кірдім. Тағы да ошибка болды,
Жоқ, білмедім енді, ол мүмкін сіздерден платформадан негізі ондай ошибка шықпайдышы. Мен уже біраз болды қолданғаныма. Бірақ соңғы кезде про деген түрі шығыпты да осы жасанды интеллект бойынша. Бірақ ол уже платный вариант, ол басқасы екен. Мынау мистер тегін түрін көрсетіп жатырмын да. Сол мен студенттерге қолданғыздым да, олар бесплатно 3 сабақ береді, ол да 3 сабақтан кейін уже оларға да ошибка береді. А вот постоянно мен өзімнің кіргенімде 10 сабақтан кейін ошибка беріп тұр, постоянно кіре алмай жүрмін. 10 сабақтан Негізі көп. удобный, да. Аха, иә. 10 сабақтан көп қолдандым, бірақ енді соңғы кезде про деген шығыпты. Мен соны көрдім, бірақ ол платный. Енді ол платный вариантын көрсеткен жоқ сіздерге. Қазір мына көрсетіп бұл бесплатный. Жоқ, Алтынай Мұратовна, сіз 10 сабақтан да көбірегін пайдаландым деп тұр. Әріптестер мүмкін информатиктерге көрсетіп аласыздар, әйтпесе ондай 5 сабақ, 10 сабақтан кейін жаңағыдай шықпайтын ондай жұмысты біз қарастырмаймыз. Бұл Алтынай Мұратовна қазір бірден айтып, сразу шығып тұрған жоқ. Бір ай дайындаламыз. Біз әптен ол кісінің көрсететін платформасын жан-жақты қарап, тексеріп, сосын барып қала деңгейінде таратамыз. Сондықтан сіздерде қандай бір қателіктер кетіп тұрған болу керек. Тағы басқа. Хорошо, сіздің презентацияңызды жіберсеңіз, тағы бір тексеріп көрейік. Мен сол айта кетейін деп отырмын, әріптестер. Біздің осы жобамыздың барлығы біздің YouTube каналымызда жүктелетін болады. Сол жерге тіркелсеңіздер, бұрынғы сабақтарды да, алдағы болатын сабақтарды да сол жерден көре алатын боласыздар қайталап. Хорошо. Енді қандай да бір тағы сұрақтарыңыз болса, Алтынай Мұратовна, телефоныңызды қалдырсаңыз болады, мына жерге чатта әріптестер жеке десе де. YouTube каналдың ссылкасын кімден аламыз? Ау? YouTube каналдың ссылкасын кімден аламыз? Біздің YouTube каналымызға тіркелсеңіз, сол жерден мен қазір чатқа методистерге тағы жіберетін боламын онда. Жақсы, сол жерден де аласыз. Кешіресіздер, платный версиясының бағасы қанша айтып бере аласыз ба? 4995 мың теңгеден басталады екен. Бір айға ғой, да? Бір айға, иә. Все, рахмет. Неге мына жерге телефон номеріңізді беріңіз, или айтыңыз, жазып алсын әріптестер. Міне мен жазып жібердім қазір ғана чатқа. Я көріп тұрмын, аха. Чаттан жазып алып, жекеге шығып сұрасаңыз. 28-26 ма? 28-26, да? Иә. Жеке шығып сұрасаңыздар да болады. Әрине енді сабақтың кезі емес, білесіздер, бәрілеріңізде де жұмыстарыңыз көп. Көп мазасын алмай, әріптестердің қайтадан осыны тыңдасаңыздар болады. YouTube каналға жүктеледі. Жаңа бір колледжде рұқсат сұрап жатыр записке. Сол YouTube каналымыздан бәрін қайта тыңдасаңыздар болады. Алдыңғы сабақтарымыз да бар. Жақсы. Хорошо. Хорошо, рахмет үлкен. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма әріптестердің? Иә, сұрақтарыңыз. Жоқ, сұрақ жоқ, бәрі түсінікті. Рахмет сізге, Алтынай ханым. Рахмет Алтынай Мұратовна, рахмет. Сізге ары қарай да жұмысыңызға творчестволық табыс тілейміз. Әріптестер, сіздерге де рахмет. Алдағы уақытта да осылай сабақтарымызды жалғастыратын боламыз. Оқыту семинарларын жалғастырамыз. Хабарлама жіберіп, осылай өткізетін боламыз. Ендеше, назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар, Сабира Асанова. Рахмет, Сабира Асанова. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.